отырамыз. Саламатсыздар оқушылар. Бүгін міне цифрлы сабақтың сабағында біздің жаңа сабаққа келдік. Жаңа сабақтың алдында мен сіздерге жаңа тақырыпты түсіндіріп өтейін. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мәтінді пішіндеу. Бұны дәптерімізге жазып аламыз. Мәтінді пішіндеу деп жаңа тақырыпты жазып алдық. Осы сабақ барысында біз оқу бағдарламасына сәйкес осындай мақсаттарды қарастырамыз. Яғни компьютерлік программаларды, менюлерді, командаларды қолдану. Екінші, яғни біз айтатын болсақ, мәтін редакторда қарапайым сөйлем түрлерін теру. Оны білеміз, азат жолдан, үлкен жолдан бастап, яғни оны мәтіндерді теруді біз білеміз. Енді осы айтымды құжатты ерекшелеу дегеніміз біз жазылған құжаттарымызды, яғни ерекшелеп, оны сақтау жолдарын, азатпен жазып, оны қарт размерін таңдау жолдарында қарастырып, бұл осыған кіреді. Осы тақырыпты жазып алдық, одан кейін орындан тұрып сервиту сәтін істеп берейік, одан кейін жаңа сабақ бастаймыз. Орындан тұрайық, біз қол саусақтардың, яғни саусақ жаттығулар жаза берейік, кәнекей. Алдымызға қарап, саусақ жаттығулар істеп берейік, сабақтың алдында сервиту сәті, қолымызды былай істейік, шынжырдай, қолымызды шынжыр, одан кейін мінекей қолымызды қысқылап, мінекей көңізді жүргізіп, қолды керемет, қолдарынан жүргізіп, жұмыс жасайық, жаңағы көрсеткен бойынша істейік, яғни қалай сабақ сол сияқты істедім. Керемет, қолдарын саусақтарын істеп, мінекей сервиту сәті болды, тамашып отырамыз. Мінекей біздің айттым, жаңа сабақтың өтудің алдында оқушылар берген сіздің сабақтың тақырыбын мәтін ішінде өтіп жазып алдым. Мен бұл сабақтың біз өткен сабақта мәтін бойынша жұмыс жасағанбыз. Мәтін дегенде оған кейін өткен сабақта біз мәтінді пішінде болып өткенде біз мәтін теру деген бағдарлама өттік. Жаңа сабақта өттік. Яғни мәтін теру үшін бізге не керек бойынша? Біз ең бірінші мәтін дегеніміз не екен? Біз мәтін дегеніміз не екен өткенде біз айтқан. Кім айтады оқушыларға бірінші? Мәтін дегеніміз әңгімелеу, ертегілер, өлеңдеу, хабарландырулар, құттықтаулар, мәліметтер, тағы да басқа жазбаша ақпараттың бәрі мәтін бойынша келеді. Көрдік па? Сол бізде айттық қой, компьютерде сақталған жазбаша ақпараттың бәрі ол мәтіндік бойынша келеді. Айтайық, бізге атам заманнан тарихтан белгілі. Біз облыста осындай ата-бабамыз біз осы мәтіннің арқасында бізге жаңалықтар жетіп отыр, осы күнге дейін келіп отыр. Ол ненің арқасында? Ерте заманда тасқа жазу болды, тасқа қашап жазып, бүгінге дейін осындай бір керемет дүниені бізге алып келді. Яғни біз айтайық, мәтіннің арқасында біздің тарихымыз сақталды. Солай ма? Тарихымыз сақталды. Тарихымыздан қаншама батырларымыздың ерліктері осы мәтіннің арқасында, тасқа жазудың арқасында, ағашқа жазудың арқасында бізге дейін сақталып келді. Бұл мәтіннің рөлі өте зор. Біз айттық қой, компьютерде жазылған ақпараттың барлығы, яғни сақталатын құжаттың бәрі ол мәтін бойынша есептелінеді. Білеміз бе, мәтінде айтайық, біз енді келесі алдыңғы сабақпен байланыстыратын болсақ, бұл мәтін, яғни біз мәтін теру барысында біз құжат жасай аламыз. Солай ма? Енді біз айтайық, мәтін теру барысында кішкентай ғана бағдарлама, блокнот бағдарламасын кім айтады кім? Блокнот бағдарламасы дегеніміз не келеді? Блокнот бағдарламасы айтамын. Міне, керемет. Блокнот бағдарламасы бар. Өткен сабақта тоқталып өтсек, блокнот бағдарламасы бұл атайтып тұрмыз. Біз блокнот деген кішкентай блокнотты есептеуге болады. Яғни бұл блокнот бағдарламасы ол қысқа да нұсқада, яғни бізге ақпарат беретін бағдарлама. Оған оның символы аз. Бұл жерде не жазамыз кім біледі? Үйдің нөмірін жазуға болады, яғни түсінікті, сабақ кестесін жазуға болады. Кішкентай ғана бағдарламаларда осы блокнот бағдарламасын символға болады. Көрдік қой, осының арқасында біз блокнот бағдарламасын білдік. Енді мәтін теру үшін бізге қандай бағдарлама керек? Ол WordPad бағдарламасы керек, білесіңдер? WordPad бағдарламасы керек. Яғни WordPad дегеніміз не екен? Айтады. WordPad программасы мәтін теретін программа. Мәтін теретін программа. WordPad деген, яғни мәтін теретін программа болғандықтан біз не қана ол мәтін теріп, оның біз ең бірінші азат жолдан бастап жазып, яғни білесіңдер ғой, оны сақтау, қателесін қайта түзеу. Ортаға ені бойынша, білесіңдер ғой, ол жаққа сол жаққа тұрмау, бұның барлығы мәтін терудегі орындалатын біздің функциялар екен. Біз айтайық, бізде бүгінгі мәтін теру барысында мен өткен сабақтан байланыстырып өтетін болсақ, біз мәтін теруді білдік. Солай мәтін теріп аламыз, яғни мәтін теріп, біз оны ақпаратты сақтай алуды үйреттік. Енді бүгінгі сабақта жаңа тақырып түсіндіріп алатын болсақ, мына қайда WordPad командасының мәтіннің үзінділерінің тінтуірдің көмегімен апару. Тінтуір деген деміз ба? Яғни мышканың көмегімен
biz келесі жерге алып барып оны сақтайтын ақ беретін жерге алып тасымалдау арқылы сүйреу арқылы біз ішкі көмегі жұмыс жасайды екен. Және көшіру әдістері деген бірінші орыннан екінші орынға біз оның мәтіндерді ауыстырамыз екенбіз. Сол burada ішкі көмегімен. Yani ақару және орналастыру әдістері бұл мәтіннің үзіндісін бөліп алып, түн сол жақ батырмасымен басып бөліп алған үзіндіні алып қажетті орынға қоюға болады екен. Түсіндік па? Yani қажетті орынға қойып, yani қалаған орынды орналастыруға болады. Енді бос партта жұмыс істегенде кейбір кездерде мәтіннің белгілері бөліскен құжаттың ішінде бір орыннан басқа орынға тіпті келесі фактіні сақтауға да болады екен. Yani негізі құжатты сақтағанда біз барынша актілерді сақтаймыз. Оны ашу үшін бізге ең қолайлы өзімізге тез табу үшін құжатты мәтіндерді, яғни өзіміздің ақылымызды бұл сақтауға болады. Өзім яғни сынып жазып енді бұл мақсатта жұрттардың ақпаратты уақытша сақтауға арналған жад алмасуын бүкіл пайдаланған жөн. Уақытша сақтауға болады. Оны ұзақ сақтауға болады. Соға негізі айттық біз мәтіндерді теру үшін айтып, осы қазақ тіліне байланыстыратын болсақ, мәтін теру үшін бізге қанша әріп керек? Қазақ тілінде қанша әріп бар? 42 әріп бар. Бұл жерде мәтін теру үшін бізге қазақ тіліндегі 42 әріпті дұрыс па? Сандық. Бірден өлгі дейді, бірден 9, өлгілерді 9-ға дейін сандық пайдаланамыз. Сонда цифрларға және таңбашаларға. Оның білеміз, таңбашаларға жұмыс жасайды екенбіз. Енді айтайық. Міне, бізде мәтін теру үшін. Ол тердік мәтінді. Сонда тергеннен кейін компьютер командасын компьютерге қараймыз. Одан кейін оны қалаған орнымызға қою және қажет емес мәтінді қиып алып тастау. Осы бойынша жұмыс жасаймыз. Компьютер көрсетпеші осында мәтіндерді. Осы функцияларды компьютер бортпат мәтін редакторындегі көріп осы бойынша жұмыс жасаймыз. Қоюды көрсетейік, компьютерді аштықта бәріміз. Біз бүгінгі тақырыпты ашып, бортпат мәтін редакторындегі ашып, қиып алу командасын көрсетіңдерші маған. Тапсырмада бірінші тапсырма. Бұл жүктік тапсырма болады. Яғни екі оқушы бірге жұмыс жасайды. Яғни пішінмен қабылданған орында мәтін тереміз. Мәтін теру барысында тақырып мынандай. Мәтін, яғни үшті деген тақырыпта мәтін тереміз. Яғни үшті деген бізде бар, яғни үшті деген мәтін терген кезде тек қана үшті мәтін тергенде бұл тақырып қана сендерге. Яғни үшті және үшті бүркіт үшті самолет үшті, сол мәтінде тереміз және оны көбейтеміз. Осы тапсырманы орындайық. Үшті деген кезде біз бұл сөз қайталанып тұр ғой оқушылар. Оқушы үшті қайталанып тұрғаннан кейін осыны ерекшелеп алып, компьютер командасымен келесі сөздің басын жазып кетеміз. Түсіндіңіз бе? Қайта жазбайды. Солай сол себептен осыны пайдаланамыз. Осы жерде осы функцияны пайдаланамыз. Жазамыз. Үшті самолет үшті керемет, бір мәтінді қайта термей, үшті деген мәтінді біз компьютерге етіп, көбейтіп, арқайшы теріп ыңғайлы екен. Солай ма? Қайт кездерде көріп тұр ғой, бір сөзді қайта жазбай, осыны компьютер етіп, екінші орынды қойып беретін. Мына жерде бірінші топ өте керемет. Інжу бар, інжу қыз бар, інжу тамаша. Бірінші топқа мен 5 жұлдызша не бердім, бал бердім. Ең ақырда есептейміз, екінші топқа. Мына қыздарға да, бұл да керемет жүр. Бұл жоғары алып, мына жерде үшінші топ, сәл есепті шығарып жүрген. Есепті алып жүрген. Міне бұл үш топқа 1 жұлдызша бердім. Екінші тапсырмадан кейін есептеп, барлығын бағаларын қоя тұрамыз. Бал қоятын түсінсіз ба? Біттік па? Бірінші тапсырманы. Үшінші топ, біттік па? Бірінші топ, екінші топ. Керемет. Міне, бұл қыздарда, оқушыларында, тамаша. Жазамыз, қатесі жазылайыз. Екінші тапсырма беріп, бұл жеке жұмыс, яғни екінші тапсырмада әр екі оқушы бірге жасайсың. Түсінікті ба? Компьютер жеке жұмыс, яғни екінші бізді функция көрдіңдер ма? Таңбашаларды көрдіңдер ма? Бұл жерде, яғни біз айтайық, мәтінді тергеннен кейін. Адам деген компьютердің айнымашылығы не?
Білеміз ба? Адам деген айырмашылығы да, яғни бізде компьютерге, яғни арнайы сақталған қорғасақ, бізде ол сақталған мәтін қанша жыл болса да ол компьютердің жадында сақталады, өзгермей сақталады. Ал егер компьютер мен адамның айырмашылығы, бізде сақталған ақпарат өзгеріске ұшырауы мүмкін, және бізде ұмыту процесі бар. Түсінікті ба? Мәтін дегеннен кейін біз не үшін сақтап қоямыз бұны? Яғни сақтаудың қажеті сонда жатыр. Яғни бұл біз алған жазған мәтінді көбейтудің сол. Көбейтуді қоясыз, иә? Жылқысымыз көбейтіп жатыр, бірінші тұр, екінші тұр. Бұл ақпаратты бір компьютерді көбейтіп жатыр ғой. Бұны сақтауға болады дедік, сақтағаның осы мәнісі осында жатыр. Ол ұзақ уақыт сақтауы деген мәтінді. Көрдіңдер ма? Енді қара, екінші, жеке тапсырма. Мынау қандай не аққан? Қиын тасқау. Мынау? Мынау қандай өткен ақпарат? Сақтау. Мынау? Болдырмау, иә? Бұл қайтырмау керемет, иә? Не тұр ғой? Мынау? Көшіру. Мынау? Буферден? Буферден қою. Мынау? Осы бойынша мен қазір тапсырма беріп шығамын, екінші тапсырма бойынша. Әр топтар бір-бірлерден. Осы бойынша жұмыс жасап, одан кейін балды қоятын. Түсініп ма? Міне бізде мынандай не бар? Міне. Осы бойынша сендер түсіндіріп өтейін. Тапсырмалар мынандай, көпті тапсырмаларда бұл жерде сақталып қойған. Сызықтар арқылы көрдіңіз бе? Былай, киіп алу үшін былай деген сияқты. Түсініп ма? Осыдан екінші сызып, сызып қою арқылы ғана. Бараққа сен тапсырма сендерге беріп шығамын. Кестеп жүреміз қазір. Тамаша, иә? Сіз сызып қойсыз, иә? Асықпайсыз, асықпай. Қиып алу, тамаша. Екіншісін Сақтау. Үшіншісін болдырмау. Иә, Төртіншісін буфетке қою. Жоқ, қателесті. Қателесті, иә, қателесті. Қандай? Бесіншісін артық. Екінші топ. Екінші топ айтамыз. Біріншісін алу, екіншісін алу, екіншісін сақтау, үшіншісін болдырмау, төртіншісін көшіру, бесіншісін буфеттен қою. Тамаша. Керемет. Бұл бір жұмысша олар. Өзі тамаша. Топқа. Міне, бір жұмысша. Тамаша. Ал бір жақтан айтамыз кән? Айтамын. Біріншісін қиып алу, екіншісін сақтау, үшіншісін болдырмау, төртіншісін көшіру, бесіншісін буфеттен қою. Тамаша. Бұл топқадан бір балл. Тамаша. Бұл нар топқана шатасты. Екінші топ дұрыс болып кетті. Сұрай ма? Қателік түседі қоя, көрінді қоя, қателік түсу керек. Бірінші топ, екінші топ тамаша. Мәтінді түсіндеу бойынша бір нәрсені үйрендік, мәтін теруді білдік. Солай ма? Біз мәтін теруді білдік, оны бірінші орын, екінші орынды қою, көшіруді білдік. Солай ма? Солай ма? Енді және оны сақтау. Біз айттық мәтін теру үшін оны біз азамат жолдан бастап жазамыз. Солай ма? Ең бірінші тіл таңдаймыз. Мәтін теру үшін тіл таңдаймыз. Яғни қазақша, ағылшынша, орысша бізге ыңғайлы қайсы тіл? Қазақша тіл, қазақша тіл мәтін теретін болсақ, яғни мәтінді қазақша тілді теріп, оны яғни ортада ені бойынша тұрлап, яғни оны көбейту арқылы білдік, көбейтуді білдік. Яғни екінші орында бірінші орында екінші орында сақтауды білдік. Және бұлмалармен арқылы жұмыс жасауды білдік. Енді біз енді осы жерде қараңдар енді. Біз осы сабақтан не түсіндік? Көрдіңдер ма? Біз осындай бағалау тұр. Бұл деген сөз тепшек, көрдіңдер ма? Бұл жерде біз енді өзімізді бағалайық. Осы сабақта біз түсінгендерімізді қорытындай келе, яғни тапсырманы орындай алмадым. Бізде тапсырманы орындай алмаған оқушы болған, солай ма? Барлықтарымыз енді аздап қиналған оқушылар бар ма? Және тапсырманы толық орындаған оқушылар
Көрдің бе? Осы бойынша бағалайды. Мен сендерге осы бағалауды бердім. Егер сендер осы бойынша топ-топқа берем, сендер түсінгендер бойынша өздерің бағалап кетті осы жерге. Толық түсінгендер толық түсіндім. Аздап келе алдым көрдіңдер ме? Осы бойынша беріп шығам, осыған жазып шығамын. Az bu taqırıqdan ne түсіндік? Сақтап алуды. Сақтап алу дедік. Ya, және көшірді. Сақтап көшіріп көре болады екен, ya. Тамаша. Сендер қиып алыпсың, ya. Қиып аламыз, ya. Мәтіннің мауысы көмегімен қиып аламыз. Сен қызым не түсіндің? Көшірді. Сендер оғыштан не үйрендік? Бүгін тақырыптан айтамай. Болдырмау үйрендік, ya. Яғни, болдырмау функциясына келемін. Көкерден қою, келемін. Әне? Көкерден қою. Сендер Қиып алу. Қиып алу үйрендік. Және мәтін теріп үйрендік. Мәтін теріп үшін, мәтін теріп үшін не істеу керек екен? Азат жолдан, азат жолдан айтадым ғой. Азат жолдан теріп, мәтін тереміз. Аяқтай отырып, оқушылар, біз келесі тапсырма, яғни мәтіндерді қалай жұмыс жасау керек екенін келесі сабақта толықтырып, 8-ші параграфты оқып келеміз. Сөйтіп ме? Көрдіңіз бе? Бір жетістіктер көрдіңіздер ме? Біз осындай. Көрдіңіздер ме? Оқу барысындағы біздің жетістіктерімізді осылай көрсетуіміз керек. Біз бәрін түсіндік деп есептеу керек. Солай ма? Иә.